болжейді. Енді сауаттың мақсаты understand an increasing range of questions which ask for personal information. Әртүрлі тапсырмаларда орындап сұрақтарға жауап береді екенбіз. Кітабымызды ашамыз. At page, open the book at page 16. 62 ашамыз. Текстті оқимыз. Бірінші қатар, бірінші тексті, екінші қатар, екінші тексті. Дайындалып отырамыз. Жылдам оқимыз. Бастайық. Look, it is by telegram. This is a very forming building in Nur-Sultan. It looks like the old 11 of the community. Mantis lies on top of a trial. The tower is 97 meters tall. You can take that people flow up and you can say the word city as they link by the following countries. There are conditions to go do this. It is fantastic. It is fantastic. Бізде не туралы айтылған? Бәйтерек Tower, Бәйтерек монументі туралы айтылған екен. Келесі. Бастайық. Jerkin or the Pretty Mary is skyscraper in London. It opened in 2004. And it is 108 meters tall. You can see it from 30 kilometers away there. Бәйтерек Tower, Бәйтерек монументі, яғни Қазақстандағы Бәйтерек монумент туралы. Екіншіде бізде Ұлыбританиядағы Черкин ғимараты туралы айтылған. Бұл да Ұлыбританияның Виккестер ғимараттары екен. Енді келесі тапсырма бізде read the sentence and define true or false methods I will say. True or false дегеніміз не еді? Шындық, false, шындық және жалған, шындық және жалған. Біз осы текстке байланысты сөйлемдер айтамын. Сендер шындық немесе жалған ағашынан естейміз. Сол сөйлем дұрыс болса, шындық алғашынан естейміз, алма
Bayçerek Tower turalı. Aytıp oturalım. The tower is 97 meters tall. True or false? True mu false mu? Bayçerek'ten uzunluğu 97 metre. True. Gel abi, yaz. True ekan. Nerede bir Alman alamız? True'ga barıp isteyemiz. True ağaçına barıp жазыстырамыз. Дұрыс па? Жарайсың, аlalım. Келесі. Churkin туралы. The Churkin it opened in 2004. True or false? Қарақат. True. True ağaçına yalamız. Çalıştıramız. Келесі. Bayçerek Tower. This is a very building in Almaty. False. Кел ауырай, Сұлтан. Ол бізде қайықта Алматыда орналасқан дедім, я? Bayçerek бізде қайда орналасқан? Building in Nur-Sultan екен, я? Астана. Келесі. Churkin. The Churkin tall 150 meters tall. Uzunluğu 180 metre dedi ya. Ay 150 metre dedi. False. Ayarı. Енді, келесі тапсырма. True or false түсінікті ма? Келесі тапсырмаға қараймыз. Exercise 29. 29-шы жаттығуға қараймыз. Written shoes. Дұрысын таңдап қояды екенбіз. Бұған бізде method cake. Cake әдісі. Бізде не еді? Cake дегеніміз торт, я? Яғни, осы торттың ішінде бізде сұрақтар бар, сол сұрақтарға жауап береміз. Кәні, бірінші кім шар? Бірінші топ, екінші топ, сұрақтарға қарайық. Кел, бен. Мына жерден біреуін ашамыз, ішінен аламыз, сол сұраққа жауап береміз. Оқимыз сөйлеп. The bus going go what sounds go really fast Fast болмаса slow. Қайсысы? Дұрысы fast екен. Дұрыс, жарайсың. Келесі. Келе қояйық. Ашамыз, аламыз. Оқимыз, я? the Churkin was opened in 2004. Жарайсың. Дұрыс. Келесі. Тоқтат, келе қояйық. Ашық болғанда да ашық қояйық, я? The Peter Tower is in Nur-Sultan. Иә. Жарайсың. Келесі. Санжар.
Toplарға не істейміз? Пирамиданы құрастырамыз. Текстке байланысты. Міне, бізде ең бірінші мен бастап беріп тұрмын. Ең бірінші жоғарыда тұратын, ең бірінші жоғарыдағы пирамиданың бөлігі. Құрастырамыз. Топпен жұмыс жасаймыз, жарай ма? Құрастырамыз. Текстке байланысты сөздерді не істейміз? Құрастырамыз, я? Яғни не шығаруымыз керек? Пирамида шығаруымыз керек. Болдық па? Болған топ қолымыз көтереміз, дайын болсақ. Дәл. Я екі шоттарды дұрыс жауабын көрейікші, тексерейік дұрыс жауабын. Тексеріңдерші. Ең біріншімізде жесін туралы текст, сол текстті сөйлемдерін ескеруіміз керек, құрастыруымыз керек, я? Дұрыс па? Жарайсыздар. Келесі. Very good. Жарайсыздар. Топтық жұмыс аяқталды. Үй тапсырмасы.